Ассалаумағалейкум достар. Осындай жарнамалық баннерді қалай жасаймыз? Бұндай жарнамалық баннерді 3000 теңгеден 10 000 теңгеге жасауға болады. Ал кеттік, файл дейміз, новыйдан создавать етеміз. Размерін 1080-1080 деп аламыз. RGB 300 create дейміз да, и создавать етіп аламыз. И осы жерде мынау кроссовкиді сілтемесін төменге жазып қоямын бұйырса, и копировать картинку дейміз да, и осы жерге Ctrl-V дейміз, ставить етіп аламыз. И сол жерде subject дейміз, полный выделить етіп алады. Қазір өз керек жерлерін фонын удалить етіп тастаймыз. И выделить етіп тастады. Осылай масканы басамыз. Енді фонның түсін өзгертеміз. Окей дейміз. Содан соң кисть аламыз да, біз экранға бір бас жеріміз. Новый слой создавать етіп аламыз. Үстіне бір басамыз. Қара түс таңдау қапты, ақ түс таңдаймыз. Экранға бір бас жереміз. И төменге түсіріп, Ctrl-T дейміз да, үстіне дәл ортаға қоямыз. Енді осыған тень создавать етеміз. Аламыз, flip vertical дейміз. Қойып аламыз. И Ctrl-G дейміз. Flip vertical. Үстіп аламыз да, үстіп қойып аламыз. Ctrl стап, осылай қойып жіберсек болады. И осы жерге осыны таңдаймыз. И сол жерде осы жерде gradient tool деген таңдаймыз да, и осы жоғары қарай тартамыз. Как көлеңкі сияқты болып қалады да. Енді мына жерге текстімізді жазамыз. Текст таңдаймыз. Nike Air дейміз. Жаңа аяқ киімдер. Экстра болттан семи болтқа қойып қойсақ та болады. Уже әдемі болып келе бастады. Бағасын 6 кнопкасын ұстап тұрып төменге қарай таратамыз. 15 000 деп жазып қоямыз. 15 000 теңге. Nike Air деген қара түске қойып қойып.
Мынау кроссовкада сәл шетке қарай жылжытайық. Мына тексттерімізді сәл төменге қарай қойайық. И осы жерде round rectangle деген таңдаймыз. Осынысын заливкасын осылай қойып қоямыз да. 15 000 теңге дегенді жоғары көтеріп қоямыз. И осы жерге енді круг создавать етеміз. Эллипс арқылы обводкасын белыйға қоямыз да, заливкасын көк түске бояп қоямыз. Жоқ, бұл болмайды. Жоқ. Окей дейміз. Осы жерге alt кнопкасын алып төменге тартамыз да. 25%. Alt кнопкасын ұстап тұрып төменге қарай тартамыз. Жеңілдік дейміз. Енді осы жерге тағы шетіне круг создавать етеміз. Ctrl-G дейміз. Өзен түсін, обводкасын өшіріп, заливкасын салу керек. Окей дейміз. Бұның түсін сәл осы жерде экран таңдап, түсін таңдап аламыз. Енді мына жерде логотипті. Копировать картинку дейміз. Ctrl-V. И осы жерде мынаны таңдаймыз. Magic Eraser Tool деген бар. Осы бассақ, фонын удалить етіп тастайды. Керек емес. Move tool'ды аламыз. Кішірейтіп қоямыз. Кішірейтіп қоямыз. Болды, мінекей, осымен біздің баннеріміз дайын. Егер сізге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Төменде мен сілтемелерін қойып қоямын. Instagram, TikTok парақшаларым. Сояққа да тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Төменге комментарий жазып кетсеңіздер қуанып қалар едім.